Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, ребята. Давайте начнем казахский язык. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің кітапшам. Тема сегодняшнего урока моя книжка. Бүгін біз өткен тақырыптарды қайталайтын боламыз. Мы сегодня повторим пройденные темы. Өткен сөздерді қайталайық. Давайте повторим пройденные слова. Саяхат, путешествие. Біз, мы. Саяхатқа, в путешествие. Барамыз, поедем. Немен, на чем? Жаяу, пешком. Мәшине, машина. Ұшақ, самолет. Поезд. Тікұшақ, вертолет. Өте жақсы балалар. Балалар, саяхатқа немен баруға болады? Сұраққа жауап берейік. Ребята, попробуем ответить на вопрос. Как можно путешествовать? Саяхатқа ұшақпен, поездбен, автобуспен, велосипедпен, жаяу баруға болады екен. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Мектепке немен барасың? Как ты пойдешь в школу? Мектепке жаяу барамын. Мектепке автобуспен барамын. Мектепке велосипедпен барамын. Дұрыс, балалар. Келесі тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып толықтырайық. Давайте вместо точек, ребята, поставим нужные слова. Біз саяхатқа автобуспен барамыз. Біз саяхатқа мәшинемен барамыз. Біз саяхатқа ұшақпен барамыз. Біз саяхатқа поездбен барамыз. Біз саяхатқа велосипедпен барамыз. Біз саяхатқа жаяу барамыз. Дұрыс, балалар. Келесі тапсырмада біз дыбыстар әлеміне барамыз. Ребята, давайте вспомним пройденные буквы. Біз өткен сабақтарда әрпін өтіп, әрпімен танысқан болатынбыз. Мы с вами, ребята, на прошлом уроке знакомились с буквой Ә. Ә дыбысымен әрпі. Ә дауысты, жіңішке дыбыс. Әрпі кездесетін сөздермен танысайық. Ә, әтеш, әліппе, әткеншек, әмиян, әке, әже, дәптер, сәбіз. Бір, екі, үш. Ә әрпі. Ә әрпі. Әтеш. Әтеш. Әке. Әке. Әткеншек. Әткеншек. Әже. Әже. Әріп. Әріп. Әуен. Әуен. Әнші. Әнші. Әйнек. Әйнек. Әуежай. Әуежай. Өте жақсы, балалар. Кәне, бірге қайталайық. Давайте повторим вместе. Әтеш, әліппе, әткеншек, әмиян, әке, әже. Өте жақсы. Келесі Г дыбысымен әрпі.
Г дауыссыз, ұяң. Ребята, звук Г это согласный и звонкий. Г әрпі бар сөздермен тағы да бірге қайталайық. Давайте повторим слова, где встречается буква Г. Ғарыш, ғарышкер. Ғимарат, ғасыр. Ғалым, қағаз. Торғай, ағаш. Тоғыз. Өте жақсы. Г әрпі. Г әріпі. Ғалым. Ғалым. Ғарыш. Ғарыш. Ғарыш кеме. Ғарыш кеме. Ғарышкер. Ғарышкер. Ғимарат. Ғимарат. Тоғай. Тоғай. Торғай. Торғай. Өте жақсы. Г әрпін менімен бірге қайталаңдар. Повторите, ребята, букву Г вместе со мной. И слова, где встречается буква Г. Ғарыш. Ғарышкер. Ғимарат. Ғасыр. Ғалым. Қағаз. Торғай. Ағаш. Өте жақсы, балалар. Ал енді, балалар, бірге сұрақтарға дұрыс жауап беріп үйренейік. Давайте, ребята, мы с вами будем учиться, как правильно нужно отвечать на вопросы. Сен саяхатқа немен барасың? Мен саяхатқа автобуспен барамын. Сендер мектепке немен барасыңдар? Біз мектепке автобуспен барамыз. Олар медеуге немен барады? Олар медеуге автобуспен барады. Өте жақсы, балалар. Бүгін біз өткен тақырыпты есімізге түсірдік. Балалар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.